Су мәселесі өңірімізде өткір тұр. Айтып отырғанымыз ауылға жетпеген ауыз су емес. Барлық мезгілде қауіпін төндіретін көл тоғандар, ағын су, айтып келмейтін апат. Биылғы жылдың өзінде тілсіз жаудан 5 адам тіл тартпай кеткен. Мұның өзі өткен жылмен салыстырғанда 2 адамға кем. Дегенмен ауа райы суытып елді мекендер қыс құрсауына іліккенде статистиканың артып кету қаупі жоғары. Суға кеткен талғармайды. Дегенмен көлге жалғыз шығатындар жазда батып өледі, қыста қатып өледі. Сондықтан төтеншеліктер жазда көлге жалғыз шығуға, ал қыста мүлдем шығуға болмайтынын айтады. Себебі біздегі қыстың қаттылығы шай орамал кепкенше қайтатындығынан су беті қатып үлгермейді. Салдарынан балық аулауға шыққандар көбінесе суға кетіп жан тәсілім етеді екен. Бізде балықшылар, жаңа көл өзенге жақын орналасқан жердегі тұрғындар бізде ауа райының енді қатты аяз көп болмайды, сондықтан мұз қалың қат үлгермейді. Сол мұздан өткен кезде қауіпсіздік шараларын сақтауын көбіне сұранамыз. Себебі мұз қалың қатпаған жағдайда адамды көтере алмайды. Сондықтан жаңа мұз ойылып суға батып кету орын алып жатады. Қыс кезеңде балықшыларды жаңа көліктермен мұздың үстіне шығатын кездері болады. Өздері қазір алғаш кезде шығып жаңағы балық аулайтын ұңғымаларын теседі. Сондай кездегі қауіпсіздік шаралары бар. Жалпы тілсіз жаудан келетін қайғылы оқиғалар Мойынқұм ауданына кіретін Балқаш көлінде, Шу аудандағы Шу арнасында, Жуалы аудандағы Савченко көлінде көп орын алады. Сондықтан ауқымы алып, өзен көлдерде құтқару жилеттерін алып жүру абзал. Bir жағы аман қалудың амалы болса, екіншіден құтқарушылардың көзіне ілігетін айрықша белгі. Мағжан Орынбасар, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, ЖТ Ньюс.